Жар таңдау. Қазим Мұстахимұлы. 2 бөлім. Әр екі жас бір-бірімен қанша көп араласса да, бір-бірінің сыртқы тұлғасын, қылығын қанша ұнатса да, ішкі жан дүниесін, мінезін, арман тілегін тану өте қиын. Алайда адамның негізгі психологиялық характері маңызды өлшем болып саналады. Адамның психологиялық типіне қарап, азды-көпті болашақ жар болуға таңдаған адамымыз сенімді ме, сөзінде тұра ма, сабырлы ма, әлде күйгелек пе, ата тегі, тәрбиеленген ортасы, бай немесе кедей отбасыдан шыққаны, тағы басқа ерекшеліктеріне қарауға болады. Алайда бұндай адамның характерін білу, оны анықтауға тырысу негізінен психологияға тән жұмыс. Дегенмен, өмір сүрген ортамызда, айналамызда болып жатқан құбылыстар мен оқиғаларға жинақталған тәжірибелер мен өмір практикасына сүйене отырып, азды-көпті қателессек те, белгілі бір дәрежеде шешім қабылдауға болады. Әркімнің өскен ортасы мен алған тәрбиесі, ұстанған ұлттық құндылығы мен діни сеніміне қарай жар таңдаудың да әркімде әртүрлі тәсілі қалыптасқан. Сан ғасырлық мәдениеті бай, түркі текті халықтың салт дәстүрімен, ислам дінінің үкімдерімен өмір сүріп келген қазақ ұлтының да өзіндік жар таңдауда қолданатын ұлттық қағидалары қалыптасқан. Төменде солардың бірнеше түрін ашып көрсетуге тырысамыз. Бірінші, ислам дінінің үкіміне қарай жар таңдау. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде әйел байлығына, шыққан тегіне, көркіне және діндарлығына қарай таңдалады. Сен діндарын таңда, сонда бақытты боласың деген. Бұл хадиске қарап отырсақ, жар таңдауда пайғамбарымыз болашақ жар немесе болашақ балаларымыздың анасы, отбасымыздың ұйытқысы, ата-анамыздың көз қуанышы, қолбағыс ететін сүйікті келіні болатын адамның ең маңызды қасиеті имандылық, яғни қазақша айтқанда сенімді, арлы, адал, ұятты болуын баса назарға алғаны белгілі. Ұят иманның жартысы дейді тағы бір хадис шәріпте. Ендеше жас келіннің ең көрікті ерекшелігі ұятты, инабатты болуы. Оның маңызды екенін пайғамбарымыздың тағы бір хадисі анықтап аша түскендей, онда қоқыстың арасында өскен гүлге қызықпаңдар деп ескерткен. Бұдан қандай мағына түсінуге болады деген сахабаларға пайғамбарымыз нашар ортада өскен сұлу әйел деп түсіндірген. Хадисті Омар радиаллаху анху одан әрі мағынасын аша түсіп былай дейді: жаман ортада өскен сұлу әйелден сақтаныңдар, себебі оның туған баласы тегіне ұқсамай қоймайды. Текті, көрегенді жердің қызын алыңдар, себебі ол нағашыларына тартқан салихалы ұрпақ дүниеге әкеледі деген. Демек, бабаларымыздың баланың жақсысы нағашысынан немесе алма ағашынан алысқа түспейді деген сөздерінің тектен-текке айтылмағанын осыдан түсінеміз. Екінші, қазақ ойшылдарының көз қарасына қарай жар таңдау. Атақты Құтты білік кітабының авторы Жүсіп Баласағұн былай жырлаған: әйел алса 4 белгісін көздейді, бұл 4-еуден кездеспейді өзгесі. Бай әйелді біреу іздеп жүреді, енді бірі сұлуға көз тиеді. Бірі тілері тұқым асыл тектіні, қуаныш болып ұлықтығы, бектігі. Бірі нәзік имансызын таңдайды, оны тапса көңілінде алаң қалмайды. Ал заңғар заманының дала данышпаны ұлы Абай Құнанбайұлы жар таңдау туралы өз өлеңінде: жасаулы деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма деп ер жігітке сай жар болатын әйел баласының бойындағы ең керекті қасиеттің ар, ұят, ақыл екенін, міне осы 3 қасиетті бойына тарата білген кез келген қызды жар ретінде таңдап, яғни анасын көріп қызын ал деген. Ал атақты шал ақын отау тігер қарабал ақылдысын, ол сенің ақыреттік жақын досың деп таңдалатын жардың тек аз ғана ғұмырдың ләззаты үшін емес, ұзақ ғұмыр ақыреттік серік болатындығын тағы бір нақты дәлелдесе, заманның әйгілі заңғар ойшылы
хан кеңесшісі Бұқар жырау. Қанша батыр болса да жауға салма жалғызды, қанша шешен болса да дауға салма малсызды, қанша жүйрік болса да жауға мінбе жалсызды, қанша сұлу болса да қойныңа алма арсызды. Жал құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп жаман қатын алмаңыз. Жабыдан айғыр салсаңыз жауға мінер ат тумас, жаман қатын алсаңыз топқа кірер ұл тумас деп жырлайды. Демек, жоғарғыдағы ұлы тұлғалардың барлығы дерлік жар таңдауда басты назарға текті, арлы, ақылды жар таңдауға насихаттайды. Ешбірі түріне, бойына, қалың малының арзанына, байлығына немесе ата тегінен келген беделіне бола үйленуге үндемейді. Үшінші, қазақ ұлттық болмысындағы жар таңдау әдебі. Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Аяғын көріп асын іш, анасын көріп қызын ал. Ердің асылы күшінен, әйелдің асылы ісінен. Жаман ерден жайдағы жақсы, жаман қатыннан бойдағым жақсы. Тыртақай жігітке жыртақай қыз жолығар. Жоғарыдағы халық мақал мәтелдеріне құралған қазақ ұлттық дүние танымы мен болмысына қарап отырсақ, ешбір мақалдан жар таңдауда ең маңызды мәселенің адамның сыртқы түр тұлғасы мен тән сұлулығына байланысты емес екенін көреміз. Қай жағынан алып қарасақ та, адам құндылықтарының негізін қалайтын адамның тәніндегі сұлулық емес, қайта жан дүниесіндегі, рухындағы сұлулықтар болып саналатын ақылдылық, мейірімділік, кеңпейілділік, кішіпейілділік сынды маңызды ерекшеліктерге баса назар аудару керектігін көре аламыз. Бұған қоса қазақ сонау қазақ болғаннан бері ата-бабамыздың діні болған ислам қағидаларының бұзылмауына сырттан қорған ретінде қабылданған жеті ададан қыз алмау сынды әлемнің ешбір ұлты мен ұлысында жоқ аз дәстүрімізді осы жар таңдаудың қағидаларының қатарына қосқанда тіптен жарасады. Демек, қанша жерден сұлу, ақылды, дәулетті, беделді болсын, қанша жерден сүйіп, күйіп жансын, жеті атадан алмау сынды ұлы қағиданы өзгерте алмайды. Ендеше, кез келген ақылды жігіт өзіне жар таңдау барысында жоғарыдағы ұлттық құндылықтарымызға негізделе отырып, болашақ жарының өне бойындағы тек қана көз бен нәпсінің қалауына ғана мән бермей, жан сұлулығын таңдауға баса назар бергені абзал. Алайда, әр нәрсенің шешуін дүниелік тұрғыдан іздеп, материалдық байлық пен менменділік басым қоғамда, жар таңдауда да адамның бітірген университеті, мінген көлігі, істеген жұмысы, тұрған үйі, тағы басқа біршама материалдардың һәм дүниелік шарттар алға шығып, адам үшін маңыздысы саналатын ақылдылық, адалдық, көркем мінезділік сынды жан қалаулары кейінгі орындарға ысырылғаны белгілі. Қазіргі заман адамдары көбінесе мына себептерге қарап болашақ жар таңдауға баса мән береді. Болашақ жардың тән сұлулығы, күлгені, жымиғаны, кигені мен жүрісі, тамақ жегендегі іс-қимылы, тіпті сән салондарда жасалған шынайы емес боямалы келбеті басты назарға алынуда. Тіпті сыныпта, группада, жұмыстық ұжымда басқалардан түр жаққан бойы жағынан артық болғаны тағы басқа мұндай уақытша боямалы сұлулықтарға мән бергендер шын мәнінде үйленудің мақсатын дұрыс түсінбегеннен, тіпті тән құмарлықтың басым тұрғанынан дерек береді. Бұндай көрсеткіштерге еліктеп отбасы құрғандар белгілі бір уақыт жас отаудың қазығы біткен соң әрі қарай басталатын отбасыға қарау, бала тәрбиелеу, ата-ананы бағу сынды отбасы құндылықтарына тән жауапкершілігі бар мәселелер бастағанда шаңырақтан шешуі қиын мәселелерге жолығып, соңы күнде бітпейтін ұрысқа ұласатыны белгілі. Екінші, үйленетін қыздың немесе жігіттің мамандығы, дипломы, алатын айлығы, тұратын үйі мен мінетін көлігіне қарап үйлену. Бабаларымыздан қалған баймен бай құда болса арада жорға жүреді, кедеймен кедей құда болса араларында дорба жүреді, баймен кедей құда болса араларында зорға жүреді.
деген тәлімге көз жүгіртер болсақ, болашақ жардың материалдық артықшылығы мен кемшілігі, яғни бай немесе кедей болуының да белгілі бір дәрежеде өлшемі болмаса, болашақ отбасының қирауына әкеп соғатыны басты факторлардың бірі екені даусыз. Себебі, Абайдың сөзімен айтқанда, адам баласының жалықпайтын нәрсесі болмайды. Әйел алса төрт белгісін көздейді, бұл төртеуден кездеспейді өзгесі. Бай әйелді біреу іздеп жүреді, енді бірі сұлуға көз тігеді. Бірі тілер тұқымы асыл тектіні, қуаныш болып ұлықтығы, бектігі. Бірі нәзік иманысын таңдайды, оны тапса көңілінде алаң қалмайды. Жүсіп Баласағұн. Екінші бөлімнің соңы. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Және де комментарий бөлімінде сіздер үшін жар таңдаудағы ең басты құндылық не? Соны комментарий бөлімінде жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін әрқашанда маңызды.